Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі күн тәртібінде 3 мәселе қарастырылады. Бірінші, кәсіби ағылшын тілі пәндерінің оқытылуы және білім сапасы. Жауапты Батаева Ляззат Тарсановна. Екінші, күн тәртібіндегі мәселе география пәнінің оқытылуы мен білім сапасы. Жауапты Қалымбетова Жанна Бақтымна. Үшінші, күн тәртібіндегі мәселе Қазақстан Республикасы тілдер туралы заңының іске асырылуы комиссиясының жұмысының сапасы мен ұйымдастырылуы. Жауапты Үсенов Рахат Бакенұлы. Бірінші сұраққа көшсек, Ляззат Тарсановна, сізге сөз кезегі беріледі. Армысыздар, құрметті әріптестер. Бірінші кәсіби шет тілі пәнінің оқытылуы және білім беру сапасын тексеру жайлы бүгінгі сұрақ сол мендегі бекітілген. Енді комиссия мүшесі Бейсенбаева Айман Оралқына және Абдраимова Назира Жетпісбаевна. Жалпы білім беру және жалпы ізгілендіру пәндері цех оқытушылары жоғары білімді барлығы өздері пәндерін жетік меңгерген мамандар. Барлық мамандар бойынша типтік жұмыс бағдарламалары, күнтізбелік тақырыптық жоспарлар және силабустар жасалынған. Білесіздер, өздеріңізге белгілі, бірінші курстар биыл жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша жасалынды. Бұл жерде жұмыс бағдарламасы силабустар типтік оқу бағдарламасына сәйкес. Екінші курсқа креатив оқыту технологиясы бойынша жұмыс бағдарламасы силабус типтік оқу бағдарламасына сәйкес. Үшінші курс біздің кредит емес, бұл жерде соған байланысты біз типтік оқу бағдарламасына сәйкес жасалынған жұмыс бағдарламасы тақырыптық жоспар оқу әдістемелік. Және біз осы бірінші жартыжылдық бітті, енді осыған байланысты кейбір әрине бірінші курстан 1-2 группа біткен жоқ, бірақ жалпы оқытушылардың сабақтарының бітуіне байланысты бірінші жартыжылдықтың білім сапасының көрсеткішін алдарыңызға көрініп тұр алдыңызда. Мысалы, жалпы жаман емес, қарап отырсаңыздар, білім үлгерім 93, 100. Ал сапасы да Сауырбаева 84-8, Қырықбаева 89-2, Атамбаева 94-1, Тойланбаева 92-3, Керимова 96-2, Батаева 99. Төменгі жақта өздеріңіз көріп отқандай орта балл көрсетілген. Біз жалпы цех бойынша осы кафедраның білім сапасын шығарып отырмыз. Бұл жерде 98-7, сапа 93-1, ал орта балл 4-3. Меніңше жаман көрсеткіш емес. Тексеру барысында біз жаңа оқытушы білімгер көзімен атты сауалнама алынды. Бұл жерде 11 сұрақ, 12 сұрақ, 12-ші біз мазалайтын сұрақтар, яғни балалардың ұсынысын деп құрастырды. Сауалнама бірінші сауалнама бойынша оқытушы онлайн оқытуда қызықты өткізеді ма? Қарсаң, бұл жерде жоқ дейтін де кездеседі әрине, бірақ жалпы жаман емес сияқты. Екінші, модулға салынған оқыту материал мазмұнды қол жетімді ма? Қол жетімді өте көп, 94-7 жалпы. Ал бірақ сонда да болса әлі де жеткіліксіз дейтін жауаптар бар балалардың. Сабаққа дайындалуға дәрістер, конспектілер, оқулықтар жеткілікті ме? Осыған оқытушы назар аударама деген сұрақ тұр. Бұған да алдарыңызда көрініп тұр. Схемада онлайн режимінде жалпы бұл цех оқытушылар шет тілі, кәсіби шет тілі пәндерінен студенттерге сапалы білім алуға мүмкіндік жасай білген. Контентте лексикалық және грамматикалық материалдар толтырылған, барлық жоспарлар нормативке сай жасалған, сабақта қолданатын әдіс тәсілдері, көрнекіліктер тиімді, студенттерге қолжетімді. Пән оқытушылар салынған тапсырмалар сапасына қойылған бағалардың әділдігіне аса мән береді
Келесі күн тәртібіндегі келесі мәселеге көшетін болсақ, география пәнінің оқытылуы мен білім сапасы. Жауапты Қалымбетова Жанна Бақтина. Сөз кезегі сізге беріледі. Саламатсыздар ма? География пәнінің оқытылуы мен білім сапасы туралы есеп. Комиссия төрайымы Қалымбетова Жанна Бақтина, комиссия мүшелері Жантоқова Гүлдария Нұрғалиевна және Бекмұрзаева Динара Тұрсынбаевна. Тексеру мақсаты: география пәні бойынша студенттердің оқу үлгерімін, білім сапасын, сабаққа қатысуын анықтау. География пәнін өткізу барысында көрнекі құралдардың қолданылуы, оқытушының оқу үрдісінде қашықтықтан оқытудың әдістерін қолдануы, пән бойынша оқу құжаттарын жүргізу мақсаты. Мысалы, оқытушы онлайн оқытуда сабақты қызықты өткізеді ме? Яғни 100% жазған қызықты өткізеді деп. 110-ші топта 96-та 1-ді көрсеткен. Moodle платформасына салынған оқыту материалы мазмұнды және қолжетімді ме деген сұраққа бірінші курс студенттері 101, 102, 103, 104, 105 Гаухар Жаннатовнаның 5 тобын алдым. Осындай көрсеткіш көрсетіп отыр. Үшінші сұрақ: сабаққа дайындалуға дәрістер, тірек конспектілер, оқулықтар жеткілікті ме деген сұраққа да барлығы 100% осындай сауалнамаға жауап берген. Сонымен география пәнінің оқытылу жағдайы мен білім беру сапасын тексеру бойынша комиссия мүшелері төмендегідей ұсыныстарды ұсынады. Яғни контент видео сабақтарымен, презентациямен толықтырылса, контенттегі тапсырмалар түрлендірілсе, YouTube каналына салынған видео сабақтар саны арттырылса. Қорыта келгенде, география пәнінің оқытылу жағдайы мен білім беру сапасы қанағаттанарлық. Назарларыңызға рахмет. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Яғни бүгінгі қаралатын мәселе Қазақстан Республикасы тілдер туралы заңын іске асыру комиссия жұмысының сапасы мен ұйымдастырылуы. Яғни жауапты мен комиссия мүшелері Бегалиев Жандар Бегалиевич, Амантаев Данияр Ерболатұлы. Мемлекеттік тілді үйретудің әдісі бойынша оқытушыларға арналған сауалнама алынған болатын. Сауалнамаға оқытушы қатысты. Яғни бұл жерде бірінші сұрақта қазақ тілін қандай аудиторияға үйретесіз? Әрине бұл жерде біздің оқытушыларымыз студенттерге деп жауап берген барлығыдан. Қазақ тілін үйрету үшін қандай әдістеме мен оқулықтарды пайдаланасыз? Авторларын атап көрсетуіңізді сұраймыз деген. Бұл жерде 8 оқытушымыз Нұржанов, Исабаев жаңағы әдістемелік авторларын атап көрсеткен екен. 4 оқытушымыз Әбілқаев Әлімжанов, 4 оқытушымыз Казахский язык для всех дейді. Мына елде 4 оқытушымыз қазақ тілі және Абай жолы роман. Құрметті әріптестер, бірінші, колледж дәлізіне Қазақстан Республикасы тіл туралы заңы стендін орналастыру. Екінші, әр оқу кабинеттерінде орналасқан стендтердің жазуларының қатесіз болуын қадағалау. Үшінші, ЦАК төрайымдары Қазақстан Республикасы тіл туралы заңының 21 бабының басшылыққа алып, оқытушылармен жұмыс жасалсын. Осымен бүгінгі күн тәртібіндегі сұрақтар қарастырылды. Әдістемелік кеңесіміз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сұрақ жоқ болса, қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше барлықтарыңызға рахмет.